Сәлеметсіздер ме, сынып жетекшілер? Жалпы бұл сабақ сіздерге арналады. Оқушыға логин, пароль беру бойынша. Әрбір сынып жетекші өзінің сыныбындағы оқушыларға логин, пароль бере алады. Яғни ол үшін мектепті басқан кезде менің сыныптарымды басу керек. Яғни өзінің сыныбын таңдайды. Бұл жағдайда бізде 4-ші Ә сыныбы. Мына жерде біз таңдаймыз адамдар. Бізде мына жерде оқушылардың тізімі шығады. Өзіміздің, яғни 4-ші Ә сыныбының оқушылары шығады. Содан кейін біз қазір өңдеу батырмасын басып, оқушыларға логин, пароль бере аламыз. Қазір бір оқушыны тауып алайық, Тәжібаев. Мысалы, Тәжібаев Нұрдәулет. Яғни карандаштың суретін басамыз, өңдеу. Орысша ол редактировать болады. Яғни мына жерде оқушылардың мәліметтері, оқушы туралы мәлімет тұрады. Пайдаланушы аты және құпия сөз. Осы бөлімді басамыз. Бізде міне пайдаланушы аты, яғни логин, құпия сөз. Біз мысалы қазіргі құпия сөзді ысыру, яғни оқушы егерді осыған дейін өзінің логин, парольмен кіріп отырса, яғни ол қазір кіре алмайды. Осыны аламыз, копировать етіп, Word құжатына қоямыз. Яғни мынау құпия сөзбен оқушы тек бір рет кіре алады. Егерде бұны қателтерсе, онда қайтадан өзгерту қажет. Яғни оқушы кіргеннен кейін өзінің жаңа құпия сөзін өзгертетін болады. Көп жағдайда, яғни мысалы, яғни бас әріп бол керек, кішкентай әріп бол керек. Содан кейін сан, содан кейін бір плюс немесе мұндай белгі болуы қажет. Яғни осындай жағдайда ғана бізде құпия сөз дұрыс сақталатын болады. Яғни берілген уақытша құпия сөзбен оқушы бір рет кіреді, содан кейін осындай құпия сөз сияқты оқушы өзі теріп жазуы қажет.